Баршаңызға сәлем, менің есімім Айгүл. Бүгін біз сіздермен өте керемет кешкі ас дайындайтын боламыз. Кешкі асқа не дайындаймын деп отырған болсаңыз, міндетті түрде осы тамақты дайындаңыз, өкінбейсіз, және де бүкіл отбасыңыз қуана жейтін болады. Дәмі енді өте керемет ерекше болып шығады. Ол үшін алдымен осындай тауықтың аяқтарын, яғни голендерімізді 1-2 сағатқа маринад жасап аламыз. Маринад жасалған тауықтың еті құрғақ болмайды, яғни жеген кезде ауызда еритін болады. Сондықтан да алдымен маринад жасап алыңыздар. Маринад жасау үшін кетчуп, майонез, қара бұрыш, тұз қажет. Кетчупты қоссаңыздар, сіздердің тауықтарыңыз піскен кезде қып-қызыл болып әдемі көрінетін болады. Олай болса кеттік, бізге қажетті нәрселердің барлығын алдын ала аршып, тазалап, жуып шайып алдық. Енді картошкамызды осылай жұқарақ етіп тураймыз. Себебі қалың дәу-дәу қылдырып салатын болсаңыздар, пеште ол піспей, қалған жаңағы овощтарыңыз күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан да жұқалап тураған абзал. Барлығын осылай бір келкі етіп, жұқалап турап аламыз. Бұны турап алғаннан кейін қалған бұрышымызды, бұрыш айтпақшы міндетті түрде қосуды ұмытпаңыздар, қосыңыздар. Себебі бұрыш піскен кезде езіліп өзі жоқ болып кетеді, бірақ та тамаққа керемет иіс беретін болады. Шыққан кезде жаңағы сіздердің тамақтарыңыз пештен шыққан кезде иісі деген бүкіл үйді алатын болады, керемет болады енді. Сондықтан да бұрыш қосуды міндетті түрде ұмытпаңыздар. Мінекей пиязымызды да дәл осылай үлкен етіп турап аламыз. Ал сәбізімізді керісінше жұқалау етіп тураймыз. Себебі біздің сәбіз қатты пісуі жаңағы көп уақыт алады. Қалыңырақ қылдырып турасаңыз, сәбізіңізде гүртілдеп піспей қалуы мүмкін. Сондықтан да неғұрлым жұқа етіп турағандарыңыз абзал. Бұл тамақтың енді дәмділігін мен айтып жеткізе алмаймын. Олай болса барлық тураған заттарымызды табағымызға салып, осындай шұңғыл табағымызға үстіне тұзымызды дәміне қарай, одан кейін жаңағы қара бұрыш, қызыл бұрыш және де басқа да түрлі дәмдеуіштерді, яғни қандай дәмдеуіштер сіздерге ұнайды, барлығын қосып пісіре берсеңіздер болады. Дәмі өте керемет ерекше болып шығатын болады. Мінекей барлығын салып, осылай жақсылап араластырып аламыз картошканы бірінші. Себебі қазір неге пештің табағына салып сіздер бетіне тұз себе салатын болсаңыздар, ондай жағдайда ол жаңағы тағамның бетіне су құйылмағандықтан бұл тұзы бір жерде бар, бір жерде жоқ болып қалуы мүмкін. Сондықтан да осылай алдын ала табаққа барлығын салып, тұзын салып, майын салып, араластырып алғандарыңыз абзал. Солай жөн болады. Неге бірнеше минут осылай жақсылап араластырамыз. Тұзы әбден сіңуі қажет. Тұзы сіңді, енді 2 ас қасық көлемінде май құямыз, сұйық май. Сұйық май құймайтын болсаңыздар, сіздердің картошкаларыңыз, яғни овощтарымыз біздің пешке салынғанда құрғап кетеді де, ол піспей қалады. Сондықтан да май құюды ұмытпаңыздар. Енді мінекей тауықтың аяқтарын, яғни голендерімізді біз осылай ақырындап табағымызға саламыз. Барлығын осылай жайып шығамыз. Одан кейін үстіне біз овощтарымызды салатын боламыз. Менің жолдасым тауықтың етін ұнатпайтын, бірақ осы тағамды жасаған кезде ол өте сүйсініп жеді. Сіздерге де дәл сондай көңіл күй сыйлайды деген ойдамын. Сондықтан да міндетті